Өзінің күйеуі әскери қызметші өзіне қол көтеріп, бізге берілген ақпарат бойынша жағын сындырған және бір айдан аса ота жасалып ауруханаға түскен. Сындырып, денсаулығына жарақат келтірген. Екеуміздің арамызда келіспеушілік болды. Есікті қатты жапқаным үшін сол жағымды сындырдық. Жағыңыз сынды ма? Иә, сынды, больницада жатып, бір ай емдедім. Трубочкамен тек су ішетінмін, сорпа ішетін болды. Ана, сіз айтыңызшы, оқиға қай кезде болды? 1 май күні 2024 жылы 1 май күні болды. Неге сіз сол уақыттан беріп, бүгінгі күнге дейін арызданбадыңыз осы күйеуіңізге? Өйткені олар сол кезде қорқытқан еді.